Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلهم فلم يوجد له من الخير شيء. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Алла тағала пайғамбарымызға аян етіп, уахи етіп бір хабар жеткізген екен. Бұрынғы сіздердің алдыларыңызда өткен бір қауымның ішінде бір кісі Алланың алдына барғанда есепке тартылды дейді. Сол кезде ешқандай да бір жақсылығы, құлшылығы жоқ болып шықты дейді. Фалам юджад минал хайри шайун. Ешқандай да жақсылықтан бір нәрсесі табылмады дейді. Илля аннаху кана юхалиту наса ва кана мусиран. Бірақ та ол адамдардың деңгейінің ішінде бір жағдайы бар кісі еді дейді. Ва кана я'муру гилманаху ан ятажавазу анху. Бірақ бір әдеті бар еді дейді. Жағдайы бар, саудасы бар кісі екен. Сол кезде ол кісіден көп адамдар келіп қарыз сұрайды екен. Бере тұрсам, бір айда қайтарам, пәлен уақытта қайтарам, пәлен осындай уақытта жеткізем деп. Бірақ ол кісі бір әдеті бар екен бойында. Қиналып жатқанын байқаса, қызметкерлерін айтады екен, өшіре салыңдар деп. Кешіріп жүреді екен. Сол кезде есепке алып жатқан періштелерге Аллах тағала айтқан екен: Ва қала азза ва жал ва ана ахаққу бидалика минху. Мен кешіруде бұл пендеден қарағанда әлде қайда лайықпын деп айтқан екен Алла тағала. Фатажауазу анху. Бұның да қате күнәларын кешіріп жіберіңдер деп Алла тағала періштелеріне бұйрық берген екен. Демек, кейде біз бір амалда төмен санауымыз мүмкін, бірақ ол Алланың алдында өте үлкен қасиетке ие болады. Қазақта жақсы сөз бар: кең болсаң, кем болмайсың. Жалпы мұсылман ақылағында қарызды беру және де қарызды кешіріп жіберу өте үлкен адамгершілік қасиеттің белгісі. Сондықтан кейде басқа бір хадистерде келгендей, қандай да бір мұсылманның қайғысын азайтса, Алла оның қайғысын азайтады дейді. Қарыз алу ол бір қайғы негізі. Мүмкіндігінше мұсылман қарызға жоламау керек. Тек қана қиналған жағдайда шариғат рұқсат береді. Өйткені ол сізге қайғы алып келеді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның күнде таңертең және кешке жақын жасайтын бір дұғасы бар еді. Ол қандай? Аллахумма инни аузу бика минал куфри вал фақр. Таңертең оқитын еді пайғамбарымыз осы дұғаны. Және кешкісін оқитын еді. Ол қандай? Алла тағала, мен сенен адасып кетуден сақтанып өзіңнен пана сұрайын. Және де кедейліктен, қарызға батудан сенен пана сұрайын дейді. Осындай бір қиналған жағдайда алып бере алмай қалған уақытта кешіріп жіберу сіз үшін үлкен сауап екен. Ақыретіңіз үшін үлкен бір Алланың мейірімінің сізге төгілуіне, мейірімінің сізге жетуіне себепкер болатын жақсы амалдар болады. Тағы бір хадисінде: кім мейірімді болмаса, Алла оған мейірімді болмайды дейді. Осындай бір қиын жағдайларда ағайын туыстың арасында бір нәрсені кешіріп жіберу, ол да үлкен бір сауап, құлшылық амалдардың бірі еді. Қараңыздар, жаңа хадисте не оның оразасы жоқ, не намазы жоқ, не садақасы жоқ, не қажылығы жоқ, бірақ бір жақсы амалмен ол жәннатқа лайық болды. Ол қарызды кешіріп жіберген амалмен Алланың мейіріміне жеткен, соған іліккен пенде екен. Алла тағала баршаларымызды өзінің мейіріміне жеткен, өзінің осындай жомарттығына ілінген,
көркем мінезді мұсылмандардың қатарында болуымызды насіп етсін. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.